Мұхаметханов 1916 жылы 5 қаңтарда қазіргі жаңа Семейде дүниеге келген. Бала кезінен қазақтың біртуар азаматтарының тәрбиесін көріп өсті. Ғалым, ұстаз, ақын, жазушы, драматург, әдеби аудармашы, қоғам қайраткері Қайым Мұхаметхановтың қазақ әдебиетіне қосқан үлесі зор. Ол Абай мектебін сақтап қалды. Қайым Мұхаметхановтың көмегімен әлемге әйгілі Абай жолы эпопеясы жазылды. Қайым Мұхаметханов Абайдың шын мұрасын қорғаған адам. Абайдың ақындық мектебін зерттеп, жоққа шығарғысы келгендерге қарсы тұрды. Осы еңбегі үшін қуғынға да ұшырады. Бірақ күрестен ешқашан бас тартпады. Қазіргі таңда Абай туралы барлығы біледі. Бірақ бізге жеткен осы мол мұра қалай осы күнге дейін сақталды? Бұл сұрақ Қайым Мұхаметхановтың еңбегінде. Ол Абайдың ақындық мектебі бар екенін дәлелдеген. Абай шығармаларының текстологиясы деген ғылым саласын ашты. Бірақ та кеңес үкіметі оны мойындағысы да келмеді. Алайда Қайым Мұхаметханов архивтерден, ескі, көне құжаттардан дәлел тапты. Қайым Мұхаметханов Абайдың ақындық мектебіне арналған Абайдың ақын шәкірттері деген 4 томдық қымбат қазына қалдырған. Абайдың ақын шәкірттері еңбегінің бірінші кітабында Абайдың ақын балалары Ақылбай, Мағауия және Тұрағұлдың әдеби мұрасына арналған. Абайдың өзі айналасына жинаған талапкер, өнерлі жастардың саны көп болған. Абайдың ақын шәкірттеріне арналған Ақылбай, Мағауия, Тұрағұл сияқты жас талапкерлердің шығармаларын талдап, өмір тарихтары жөнінде мағлұмат берілген. Ғалым 3-ші кітабына Әріп Тәңірбергенұлының өмір баяны, өлеңдері, айтыстары, Әріп ақын жайында халық ақындарының естеліктері, Әсет Найманбайұлының өмір баяны, ақынның өлеңдері, Иса дастандары, аудармалары жазылған. 4-ші кітап. Абайдан тәрбие алып өскен Абай мектебінің тағы 4 шәкіртіне Тайыр Жомартбайұлы, Баймағамбет Айтқожаұлы, Иманбазар Қазанғапұлы және Әрхам Кәкітайұлы Ысқақовтарға арналған. Абайдан үлгі өнеге бойынша көркем шығармалар жазған ақындардың өлеңдері мен дастандары берілген. Ғалымның еңбегі кеңестік дәуірде репрессияға ұшырауына себеп болды. 1921 жылы Абай тұжырымдамасы үшін 25 жылға сотталды. Алайда ол ғылыми ізденісін тоқтатпай, қазақ әдебиетін және мәдениетін зерттеуге өз өмірін арнады.